Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында Шығыс Қазақстан облысы су және балық шаруашылығының жұмыс туралы айтылатын болады. Айта кеткен жөн, 9 шілде су шаруашылығы қызметкерлері күні. Осыған орай бұл сала мамандарын кәсіби мерекемен құттықтаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена теме о деятельности водного и рыбного хозяйства Восточно-Казахстанской области. 9 июля День работников водного хозяйства, и хочется поздравить всех специалистов отрасли с профессиональным праздником и пожелать успехов в их важной и такой нужной работе. Спикерлерімізбен таныстырып өтейін. Амиров Мирхат Муслимханович, Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары, Рахимжанов Талғат Тұрсынханұлы, Зайсан Ертіс облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының басшысы. Сонымен қатар брифингте Шығыс Қазақстан Шығыс су қоймалары мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директоры Нұрғалиев Медет Нұрмолдайұлы қатысып отыр. Сөз кезегі өзіңізде. Балық шаруашылығына келетін болсақ, бүгінгі таңда Ертіс бассейні біздің еліміздің ірілігіне қарағанда 3-ші деңгейде. Бізде балық шаруашылығын дамыту бойынша көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ең бастысы бізде еліміз бойынша балық шаруашылығын дамыту бағдарламасы қабылданған болатын 2021 жылдан 2030 жылға дейін. Бізде 2030 жылға дейін 9774 тонна балық өсіру, тауарлы балық өсіру керек. Сол бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Айтап айтқандай, былтыр біздегі жоспар бойынша 2000 тонна тауарлы балық өсіру керек болғанбыз. Сол жоспарды толықтай орындадық. Биылғыға жоспар 2300 тонна. Сол бойынша жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі күнге 500 тоннадан астам балық өсірілді. Ендігі басты мақсат бұл біздің балық шаруашылығын ары қарай дамыту, кәсіпкерлерге көмек көрсету, және де біздің бос жатқан су ресурстарының учаскелерін одан ары инвесторларға табыстап, ары қарай сол жұмысты өткізу болып табылады. Бүгінгі күнгі бізде инвесторлар және жобалар бар. Бұл тор қоршамда форель балығын өсіру бойынша бізде Grand Fish, Шығыс Универсал және Алтай форелі мекемелері өз жұмыстарын атқаруда. Бүгін күнгі бұл 3 мекеме өте жақсы көрсеткіштер көрсетуде. Сонымен қатар бізде Сібір бекіресін өсіру бойынша Саратов ауылында Осфиш мекемесі бар. Осы жуықта өткен айларда біз мемлекеттік тапсырыспен осы Осфиш мекемесі Қара Ертіс өзеніне 50.000 дана шабақ жіберген болатын. Сонымен қатар бізде Күршім ауданында БНВХ мекемесі бар. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Бұл мекеме тұқы балықтарын өсіреді. Және осы өңірде, біздің өңірде және басқа өңірлерде сол балықтандыру жұмыстарын жүргізеді. Мемлекеттік көмек ретінде бұл мекемелерге субсидия табысталады. Былтыр 450 миллионға таяу субсидия берілген болатын. Оның ішінде инвестициялық субсидиялар 25 миллион, қалғандары бұл жемге байланысты және балық шабақтарын сатып алуға байланысты болған. Биылғыға бірінші жарты жылдықта балық шаруашылығы субъектілеріне 130 миллионнан астам субсидия табысталды. Бұл жұмыстар әрі қарай жүргізіледі. Жылдың аяғына дейін. Сонымен қатар кәсіпшіл балық шаруашылығы бойынша атқарылып жатқан жұмыстар бойынша енді біздің әріптесіміз Талғат Рахымжан
айтса. Бүгінгі міне айта кеткім келеді. Мына бізде 2021 жылы осы бағдарлама қабылданғаннан бері мына шілде айының 2-ші жексенбі күні балық шаруашылығы саласындағы қызметкерлер күні болып мереке тағайындалған. Бұл күн жыл сайын аталып өтілуде. Қазіргі кезде осы 2025 жылы осы мерекені тойлау, балықшы қызметкерлердің арасында ойын жарыстарын, сайыстарын өткізу бізде Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылында жоспарланған. Соған қазіргі мына эфирді пайдаланып өзіміздің жәнегі мына балық шаруашылығында жүрген азаматтарды, спорт сүйер қауымдарды, азаматтарды осы волейбол, арқан тарту, қол күрес, жәнегі еркін күреске сол жарыстарға қатысуға шақырамын. Ол бізде жәнегі қайталап айтайын, Тұғыл ауылында сағат 10-да сол жәнегі мәдениет үйінің алдында өткізіледі. 19 шілде күні. Оған жәнегі жағалау тұрғындары, жағалау балық жәнегі өзіміздің жәнегі балық саласының азаматтарын соларға сый-сипат, құрмет көрсетіледі. Жәнегі сол жерге өзінің еңбегімен өкіметке, халыққа деген еңбегі сіңген осы балық шаруашылығын дамытқан азаматтарға үкімет тарапынан өзіміздің арнайы бір құрметтеріміз бар, соны береміз. Және де бір айта кеткен бір мақтанышпен айта кететін жаңалықтарымыздың бірі, осы биыл 25 жылы аквакультура заңы қабылданды. Ол бұрыннан бері тосқан заң. Бұл өзіміздегі жәнегі еліміздегі балық өсіруді арнайы бір салаға салып реттейтін заңдардың бірі болып саналады. Сол себепті қазіргі күнде бізде көптеген мына балық өсірумен айналысатын азаматтарға көп. Елімізде тауарлы балықты өңдеу, өсіруді жолға қою мақсатында реттеу амалдарының бірі болып табылады. Қазіргі күнде мысалға айтып өтсем, жәнегі инвестициялық жобаларға үлкен маңызды көңіл бөлініп жатыр ғой. Қазіргі кезде инвестициялық бекіту бойынша ережелерге сай аквакультурамен айналысам деген тұлғаларға 150 мың МРП айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақша салған уақытта инвестициялық, ол ақшамен қазіргі күнде айлық есептік көрсеткішке теңесек 600 миллион көлеміндегі теңге. Сол жәнегі балық өсіруге телімдерді конкурссыз тікелей өзіне бекітіп беру жұмыстары жасалынады, рұқсат етілген. Қазіргі күнде осындай ережелерді бастап басшылық қалып, біздің өңірде жәнегі өзінің балық өсірумен айналысып жатқан мекемесінің кеңейту мақсатында осындай бір телім бұқтырма су қоймасынан бекітіліп берілді. Ол жәнегі істеп жатқан жолда жүрген мекемелерге кеңінен бір өзінің бір жақсылығын мен беретініне мен кәміл сенімдемін. Сонымен қатар бізде жәнегі мемлекет тарапынан өзіміздің балық өсірумен қатар өңдеуді де қолдау бойынша 2,5% несие беру бойынша, кредиттер беру бойынша бағдарламалар жәнегі ережелерге кіргізілген. Ол дегеніміз 25 тонна жылына балық өсіретін мекемелерге жәнегі өзінің кепілге заттарын қойса 2,5%-ға несие беру жоспарланған. Сонымен қатар өзіне балықты өңдеу бойынша және жылына өздері де өңдеумен айналысатын мекемелерге де бұл пайызды алуына рұқсаттары бар, алуларына болады. Осындай жәнегі балық өсірумен айналысам деген азаматтардың барлығына біз өзіміздің инспекция мамандары оларды қолдап түсіндірме жұмыстарын жүргізуге әрқашанда дайын. Көп рахмет.
Әріптестер, сұрақ жауапқа көшейік. Брифинг өңірлік коммуникациялар қызметінің инстаграмдағы парақшасында тікелей эфирде көрсетіліп жатқанын еске сала кетейін. Келе алмаған журналистер қосылып сұрақтарды жолдай алады. Переходим ко второй части. Если есть какие-то вопросы, можете задать. Да, конечно. Если какой-то конкретный вопрос вас интересует. На сегодняшний день принят закон об аквакультуре. Это дает право нашим субъектам рыбного хозяйства, которые занимающиеся выращиванием рыбы, товарной рыбы и других водных животных, в дальнейшей перспективе реализовать свои идеи. То есть на сегодняшний день принято правило об инвестиционном закреплении рыбохозяйственных участков. Что это такое? Это, то есть, субъект в целях расширения или вновь создания своего бизнеса, то есть по выращиванию товарной рыбы и других водных животных, имеет право без конкурса закрепиться при вложении инвестиционных 150 тысяч МРП. Это, если в эквиваленте денежных средств, это около 600 миллионов тенге. То есть, положа их в специальные счета, они будут использовать эти средства, финансовые средства на расширение или создание новых предприятий по выращиванию товарной рыбы. То, что преимущество дают. Помимо этого, есть в этом году с января месяца в эти правила по кредитованию были внесены изменения и дополнения. То есть субъекты рыбного хозяйства, занимающиеся аквакультурой, тоже имеют, и кто занимается переработкой рыбы и других водных животных, тоже имеет право получать кредиты, залоговые кредиты по 2,5% ставки. Это очень приемлемо, очень хороший для улучшения бизнеса субъектов рыбного хозяйства стимул и для их развития. Не хочу еще раз, пользуясь эфиром, с 2021 года, второе воскресенье июля будет ежегодно будет праздноваться День сотрудников в области рыбного хозяйства. То есть в этом году планируем отмечать этот день, сотрудников рыбного хозяйства 19 июля в Тарбағатайском районе в селе Тугул. Сейчас планируется проведение спортивных состязаний. Это волейбол, армрестлинг, перетягивание канатов и вольная борьба. Прошу всех принять участие в данных мероприятиях и посетить празднование День сотрудников отрасли рыбного хозяйства. Все-таки немного о результатах работы. Вот сейчас проводится масштабное зарыбление, допустим, осетровой. Какой объем, сколько всего, скажем, мы по области для зарыбления край РТС, да? Насколько это удачно приживается для рыбы? Разрешите, я отвечу на этот вопрос. Касательно зарыбления. За последние 5 лет, например, если взять период с 20 по 25 год, объем зарыбления вырос в 2,5 раза. Если в 2020 году мы общее по области зарыбления проводили где-то в объеме 18 миллионов, то по сравнению с прошлым годом, 24-м, с конца года, если начинать, то мы зарыбили порядка 44 миллиона рыбопосадочного материала. Например, в текущем году, вот весеннее зарыбление, когда началось, по госзаказу, у нас есть фирма Осфиш, находится она в селе Саратовка, она выращивает осетровых. И мы зарыбили, получается, в прошлом месяце порядка 50 тысяч рыбопосадочного материала на реке Кара-Ертыс. Почему Кара-Ертыс? Потому что это историческая родина
сибирского осетра, так можно даже так сказать. И данный участок, данный водоем, он рекомендован научной организацией. В связи с этим мы, получается, последние даже 3 года ежегодно проводим зарыбление на этом участке. Кроме того, зарыбление ведется также сиговыми породами и карповыми. Сиговые — это у нас пеледь, рипус. Их, получается, выпускают в весенний период личинками. Осетровые, получается, карповые — это у нас карп и белый амур. Их, получается, также сигалетками, годовиками. Тоже, получается, осенний период их проводится зарыбление. Да, это зарыбление является непосредственно успешным, потому что например, если считать по осетровым, по научной рекомендации, чем крупнее получается рыбопосадочный материал, тем приживаемость получается больше. Еще можно немного о мерах борьбы с браконьерством. Какие вот По браконьерству На сегодняшний день по борьбе с браконьерством у нас сейчас постоянно, регулярно проводятся рядовые мероприятия по пресечению незаконного ввоза, вылова, приобретения, скупки, реализации. На сегодняшний день совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками оперативного отряда быстрого реагирования есть совместные планы. И на резервных участках охрана осуществляется на сегодняшний день акиматами, то есть сотрудниками оперативного отряда. В закрепленных участках осуществляется охрана, делается егерскими службами самих пользователей. То есть уже распределены все эти данные участки. К сожалению, да, у нас на сегодняшний день есть уголовные дела. В прошлом году было 15, в этом году тоже уже немало. Это ребята, которые допустили нарушение в нерестовый период или ущербами более 100 МРП. То есть в отношении этих граждан были приняты приговором суда, они уже привлечены к разной степени тяжести ответственности, то есть привлечены к штрафам, уголовной ответственности, ограничение свободы. Пользуясь моментом, тоже ребятам в целях профилактики хочу пояснить. Есть законодательные требования, чтобы они соблюдали, не допускали использования запрещенных орудий лова, не осуществляли добычу в запрещенных местах и период нереста. У меня есть такой вопрос. Восточно-Казахстанская область у нас это один из таких регионов, где сосредоточено, да, множество рек, озер. У нас есть Бухтарминское водохранилище. Насколько, на ваш взгляд, развито у нас рыбное хозяйство? То есть, обладая такими ресурсами, возможно, можно было что-то сделать больше? Наша область, конечно, она является, наш бассейн, он третьим по величине рыбохозяйственных водоемов республики. Для промыслового, если считать с точки зрения промыслового, у нас более 10 тысяч ежегодный квот выделяется на вылов 14 видов промысловых видов рыб. Вообще в наших водоемах обитает более 25 видов разной рыбы, из них 14 являются промысловыми видами рыб. И помимо этого планируется в 2030 году ежегодно выращивать товарной рыбы около 10 тысяч тонн. То есть искусственно выращенной рыбы. Потенциал наших водоемов очень большой и хороший. Кормовая база, озеро Зайсан, Бухтарма, Шульбинское водохранилище и река Иртыш очень прекрасные. То есть вот эти у нас, если сказать, вот эти сиговые виды, они же у нас не аборигенные рыбы, то есть они в свое время, бытность Советского Союза, в 50-х годах, до 60-го года, они были искусственно завезены. То есть они прижились, прекрасно растут. Судак, рыба, она тоже искусственно
выпущена в естественную среду. То есть кормовая база наших водоемов, она очень насыщена, позволяет, то есть нашим рыбам экологически чисто расти. То есть наша рыба считается, например, судак, брендом в России, в Европе, в России, в Китае. Наши соседи, Китайская Народная Республика, Россия, очень много от нас закупает рыбу, переработанную разного вида, филе, тушки, фарш разного переработанного вида, эти щеки, икра, то есть искусственно выращенная форель, она сейчас на сегодняшний день является импортозамещаемой рыбой. То есть мы раньше во всех мероприятиях, пресервах, салатах использовали ранее семгу, выращенную или в Европе, или в Российской Федерации. То есть сейчас она уже у нас считается как бы импортозамещением. Форели у нас вот сейчас 3 предприятия, которые в больших объемах выращивают. То есть могу с гордостью сказать, они в 2017 году, как первые ласточки они были, зашли на наши рыбохозяйственные водоемы и первым апробацию сделали. Сейчас более 2000 тонн они искусственно выращивают форели. Соны тағы да бір сұрағым бар. Жалпы осы салада маман тапшылығы байқала ма? Маман тапшылығы жәнегі балықты өсіру бойынша ихтиолог, жәнегі ихтиопатологтардың олардың тапшылықтары бар. Сол себепті қазіргі күнде мысалы Семей, Абай өңірінде жәнегі осы балық шаруашылық саласындағы мамандарды оқыту басталып жатыр. Онда колледж бар. Қазіргі күнде ол мысалы және балық өсірумен айналысып жатқан мекемелер бізде Ресей, Турция, жәнегі Европаның мамандарына жүгініп солармен жұмыс жасайтын, жәнегі солардың жәнегі ихтиологтардың қарап, паразитологтардың сол қарауымен жұмыс жасайды көбінде. Өзімізде бар ондай мамандар, бірақ аз. Сол себепті жәнегі мысалы Саратовка ауылының маңайында Остфиш мекемесі орналасқан ғой, олар жәнегі бекіре тұқымдас балықтарды өсірумен айналысады. Олардың жәнегі мысалы жылдық жоспары 45 тоннаға жәнегі осетр балығының етін шығару, және сонымен қатар 4,5 тонна бекіре тұқымдас балықтарының уылдырықтарын тауарлығып өткізу жоспарланған. Олар өздерінің жәнегі ихтиолог мамандарды өзіне жеке ұстайды. Қазіргі күнде ол мамандар тапшы айлық есептері өте жоғары, бір сұранысқа ие, орысша айтқанда востребованных специалистов деп, сондай бір мамандықтардың бірі болып тұр. Көп рахмет. Басқа сұрақтар жоқ болса, брифингті тәмамдаймыз. Сау болыңыздар.